Бүгін бізде мынандай брудер, яғни ламинированный фанердан арналған жасалған, толщинасы 9 мм. Жандарынан осылай көрінеді. Үстінен осындай комплектацияда, яғни ламинированный водостойкий фанера, іші де сырты да ылғалға өте төзімді фанера болып саналады. Осындай мына жерде әжі салатын поддондары бар. Поддонның толщинасы 0,7. Астыда ламинированный фанера жасалған. Астыда табанын қарасаңыз. Одан кейін сыртта кормушкасы бар. Екі поддоны бар. Сыртқы кормушкасы бар. Сыртқы кормушкасы бізде сыртынан салынады, ішінен балапандар жей береді. Одан кейін комплектация келген кезде тағы да дополнительный пластиковый гармошка беріледі, поилка под банку беріледі и 3 непильный поение. 4 положение қоя аласыз. Автоматический су подливімен. Мына жағында шлангысы бар. Шлангысынан емкістқа кетеді. Емкісті 3 литр. Өзіңіз керегінше қойып аласыз. Және де терморегулятор температура басқарады. Диммер жарықты мүлдем сөндіріп тастайсыз, немесе көбейтесіз, азайтасыз. Одан кейін розетка дополнительный. Стеклосы орг стекло 3 мм. Мына жерде бізде қыздырудың орнында керамический лампа болып саналады. Көрінсе қасымыздағы жарық береді. Сеткасы, поддондары алыстан қараған кезде осындай. Бұл ламинированный фанердан жасалған брудерлар. Размері ұзындығы 1 метр. Ұзындығы, яғни былай 1 метр. Тереңдігі 60 см, биіктігі 49 см. Брудерлар бізде көбінесе стандарт болып келеді. Осындай размерда. Настройкасы жайлы. Терморегуляторына келсек, яғни бұл жерде 3 кнопка. Мына жерде заданный қандай болған тексеру үшін. Ортасын бассаңыз, бұл астыңғы температура, оң жағын бассаңыз, үстіңгі температура. Оны задавать ету үшін, например, мынау сет плюс минус деп қарасақ, мысалы бірлес бастыңыз, сетті P0. P0 біздің төменгі температура. Тағы да сеттен басып кіреміз. Төменгі температураны задавать етеміз. Например, біздің жағдайда 36 болсын. Тағы да сетті басамыз, ортасымен P1-ге жүреміз. P1 бұл жоғарғы температура, яғни өшетін лампаның. Оны бізде 37 деп тұр. Оны өзіңіз керегінше қоясыз. Яғни P0 P1-ден қарағанда төмен болу керек. P1 P0-дан қарағанда жоғары болу керек. Сол кезде бізде нагревке жұмыс жасайды. Нагревке жұмыс жасаған белгісі, мына out деген жері бар, қызыл лампочка жанып тұрса, яғни керамический лампаға нагрузка команды берді деген сөз терморегулятор. Қайтадан настройка келсек, P1-іміз 37 болды, например, P0-іміз 36 болды. P2 деген калибровка датчика, яғни бізде датчик жоғары жағында орналасқандықтан, мына жерде қарасаңыздар, төбесінде датчик тұрады. Астында салқындау температура болады, бір 2 градус, 3 градустай. Сол үшін біздер егерде жетпей жатса, P2-ге кіремізде минусын көбейтеміз. Егерде балапандар тоңып жатса, ал енді ыстықтап жатса, наоборот, плюсқа қарай жүреміз. Сөйтіп, бір-ақ кнопкамен басқарсаңыз тиімді да, каждый P0, P1-ге кіріп жүргенше. P3 бұл 0-да болу керек, бұл режим ожидания включения, яғни жәнегі керамический лампамызға қосуға минутпен задержка жасайды, таймер, яғни. Үшін P0-іміз 36 болады, P7-іміз 37 болады. Ой, P1-іміз кешіріңіздер. Сонда бізде P0-імізді қалай байқасақ болады? Ортасын бассаңыз 36, оң жағын бассаңыз 37 болады. Осындай міне.